Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге муравейник салатын жасаймыз. Бұл салат кез келген мерекелік дастарханның сәнін ашады. Міндетті түрде бізбен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен 4 дана картопты үткіштен өткіземіз. Үткіштен өткізілген картопты суық сумен бірнеше рет жуамыз. Жуылған картопты қағаз майлықтың үстіне төсеп, аздап кептіріп аламыз. Табаны отқа қойып, өсімдік майын құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майға үткіштен өткізілген картопты аз-аздан салып, осылай қызартып қуырып аламыз. Біздің қуырылған картопымыз да дайын. Бір қияр мен 3 қызанақты ұзынша етіп турап шығамыз. грамм қайнатылған тауық етінде ұзынша етіп тураймыз. 150 грамм сырды өткіштен өткіземіз. Сыр менде үй жағдайында жасалған, описанияға рецепттің ссылкасын қалдырамын. 4 ас қасық майонезге аздап қара бұрыш пен тұз салып араластырамыз. Қара бұрышты қоспасаңыз да болады. Салатты видеода көрсетілгендей етіп құрастырып шығамыз. Салатты құрастырып болған соң, бетін қуырылған картоппен безендіріп шығамыз. Біздің қарапайым әрі өте әдемі болып тұратын салатымыз да дайын болды. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.